Кейінірек анықталған тағы мәселе үшемдерді 3 түрлі отбасыға асырауға берген: кедей тұратын отбасы, орта деңгейлі отбасы және бай отбасы. Бобидің әкесі дәрігер болып жұмыс істесе, мамасы адвокат болған. Жоғары білімді, престижді жерде өмір сүрген. Эддидің әкесі орташа білімі бар мұғалім болған. Олар орта деңгейдегі адамдарға арналған районда өмір сүрген. Ал үшіншісі, Дэвидтің отбасы оқымаған адамдар қатарынан болды. Ата-аналары иммигранттар. Кішкентай ғана дүкендері бар шаруалар отбасы. Бірақ әкесі өте мейірімді, ашық жан болды. Отбасылық жиындарда үшемдердің ата-аналары үшеуі де кішкентай кездерінде бастарын қайта-қайта төсекке соғып, талғанша ұра беретін ұқсастықтары болғанын байқамай әңгіме барысында анықтады. Демек, тілдері жоқ болса да үшемдер бір-бірлерін іздеген болып шығады. Үшемдердің отбасылары өте ашулы болады. Өйткені олар